Сәлем достар. Сәлем балалар. Біздің каналына қош келдіңіздер. Достар, біз өте қызықты челлендж түсіреміз. Бұл челлендждің аты Шарды Құлатпай, Киін деген челлендж болады. Бұл ойынға қатысатын адамдар: мен Аярол, мен Көркем, Және мамасы мен болам. Достар, бұл ойынның шарты: бізде осындай шар болады. Шарды жоғарыға былай ұра береміз. Шарды жерге құлатпауымыз керек. Бізде бәрімізде жеңі бар, осындай киім бар. Біз оны оң айналдырып киюіміз керек. Шар жерге түспеуі керек. Өте қызықты болайын деп тұр. Кім ұтады екен? Комментарий жазып кетіңіздер. Біз бастаймыз. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий жазыңыздар. Кеттік. Достар, бұл ойын 3 раундтан тұрады. Бірінші раундта біз осы теріс тұрған киімді оң айналдырып киюіміз керек. Шар жерге түспеуі керек. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Енді екінші раундта киімді шешеміз, оң шешемізді теріс айналдыруымыз керек. Шашып қалдың ба? Дайынсыңдар ма? Шашып қалдың ба? Терлеп кетті ғой. Бастаймыз ба? Екінші раундта терлерім шашадым. Мынау бірінші раундта. Мама, сен шашадың ба? Иә. Жүгіресің ба? Неге ана жерге кетті? Бесікте жатыр ма? Бізге қарап жатыр. Айша бесікте жатыр.
босатпайды, босатпайды қазір. Үшінші раундта Ал үшінші раундта ойнап қостайық, қалай болады? Үшінші раундта осындай теріс киімді бірінші раундқа ұқсас оң айналдырып Киеміз. кейін сосын оны оң шешіп белге байлаймыз. Бұл қиындау, бұл қиындау. Финал. Айша берді шағын. Жоқ, сен ойындасың. Так, бастаймыз ба? Бір, Шағын кетті әзір. оң айналдырып кейін оң шешіп белге байлаймыз. Теріс жасап қойдым. Мен болдым. Кимедің бәрісі? Кимедің мен шешкене кімесің? Шақ дейді ғой. Ал достар, жаңа қоштасып үлгермедік. Аяру сабаққа асықты. Сосын бала жылап кетті міне. Ал осымен ойынымызды аяқтаймыз. Сіздерге ұнаған болса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, колокольчик басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Пока.